Кеш жарық әріптестер. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық. Біз қазір тек 3 адам отырмыз, яғни 2 адам кірді, мен дайынмын. Қазір әріптестер қосылып қалатын шығар. 1 минут уақытымыз қалды. Бүгін алла бұйыртса уақытылы бастайық. Құрметті әріптестер, жаңағы 8-ге 1 минут қалғанда кіріп отырайықшы. Кешегідей жарты сабағымыз ананы қосып, мынаны қосып тосумен өтпесін. 8-де, ровно 8-де Альфия ханым сабақты бастайық. Кім кешігеді, кешікпейді, енді өздері мұғалім оқытушылар ғой, бұны өздері шеше жатар. Тосудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жақсы, сөзіңіз өте орынды. Мінекей қазір сағат 8 болды, ендеше біз сабағымызды бастаймыз. Бізде қазір менімен қосқанда 4 адам көрініп тұр, жалпы 3 адам кірді. Мінекей мен қазір экранға басынан бастап шығарамын. Экран сізге көрініп тұр ма, әріптес? Иә, менде көрініп тұр. Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Көрініп тұр. Көрініп тұр. Жақсы. Ендеше басынан бастап қояйын. Мінекей мына парақшаны әріптестер жақсылап көңіл бөліп, назар салып қарап алайық. Оқып алыңыздар осы жерде. Осылар бойынша төмен жақта бүкіл тесттер қамтылады. Бұл жерде жалпы қолданыстағы сөздер, күнделікті өмірде қолданылатын сөздер. Бар, кел, есік, туысқан, соғыс, тағысын тағы басқалар. Екінші, қолдану аясы шектеулі сөздер. Архаизм, историзм, неологизм, диалект, термин сөздер, кәсіби сөздер, табу сөздер, кірме сөздер, эвфемизм, дисфемизм. Енді осы жерде осыған дейін келдік қазір. Әріптестер, осы жердегі қайсы сөз бойынша сіздер біраз ұмытыңқырап қалған жағдайларыңыз бар, немесе қандай пікір айта аласыздар осы бойынша? Архаизм, историзм, неологизм бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Төменгі жақта бізде тестпен жұмыс жасаймыз, бірақ десек те осыны сұрап отырмын қазір. Енді бұл тақырыптар түсінікті ғой, өзі жеңіл тақырыптар ғой бұлар. Архаизм, неологизм, диалект, термин, кәсіби сөздер. Бізде кәсіби сөздер дегеніміз, бірақ кешегі тестте жом деген сөз келді ғой, көрдіңіз бе? Жом дегенсіз бе? Иә, қызылшаның сығып алғандағы несі деді ғой, отход. Жом кәсіби сөз екен де сол. Иә, жом. Ережен білгенменде сөз таныс емес болып тұр ғой. Иә, сөз таныс. Сөздер көп та, қолданбаған сөздер. Иә, дұрыс. Табу сөздер, ол тыйым салынған сөздер, кірме сөздер, эвфемизм, түсінікті сөздер ғой, тақырыптар бұлар. Бұған тоқтаудың қажеті жоқ сияқты. Қанатты сөздер, мінекей тұрақты сөз тіркесі, идиома, мақал мәтел, оның бәрі түсінікті. Енді сөздің лексикалық мағыналары, сөздің тура мағынасы, сөздің ауыспалы, сөздің көп мағыналылығы. Мінекей мынаның бәрі сіздерге таныс. Лексиканың салалары, мінекей көріп алыңыздар, жай ғана. Көп мағыналы мен амонимге тоқталсақ болады екен, ше? Көп мағыналы, біреу бір сөз табынан болады ғой, амоним, бір сөз табынан ба, әртүрлі сөз табынан ба? Амоним әртүрлі сөз табынан болады. Мәселен, алма дейтін болсақ, ол зат есім, не деген сұраққа жауап береді? Алма дейтін болсақ, етістік. Болымсыз етістік. Міне амоним. Иә. Көп мағына бір сөз табынан, қайсысы? Әртүрлі сөз табынан амоним. Қайсыны айтасыз? Сөздің мағыналылығы, яғни бір сөз табынан тарайды. Мәселен, аяқ дейтін сөзді алатын болсақ, ол бірінші мағынасы адамның дене мүшесі, екінші сөздің аяғы, сабақтың аяғы, жиналыстың аяғы дейтін болсақ, мәселен, барлығы бір негізден тарап жатыр. Неге? Өйткені несі деген зат есімнің сұрағына жауап беріп жатыр. Түсінікті, бұл? Ал сөздің мағынасы барлығымызға түсінікті ғой, енді оған тоқталмаймыз, бірақ тест шешу барысында оларды біз пысықтаймыз. Енді мына нәрсені көріп алыңыздар, лексиканың салалары, көз жүгіртіп шығыңыздар. Енді бұл термин сөздер ғой, осы лексика. Лексикология, семасиология, этимология, солар ғой, да? Мына төменгі жағына мен солардың анықтамасын қойып қойдым, мінекей. Таныс бола берсін деп, сақтықта қорлық жоқ. Бұндай сұрақтарда келіп қалмасына біз кепілдік бере алмаймыз. Енді біз тілші болғаннан кейін бұл бізге артықтық етпейді. Енді тесттік тапсырмаларға келеміз. Мінекей.
күнделікті қолданыстағы сөзі бар қатарды белгілеңіз. Жаңағы бар, кел, есік, туысқандар ғой. Кәні. Айт, соғыс бар, айт қой ана, гай. Дұрыс айтасыз. Енді осы жерде бар ғой, мына нұсқаның өзін жеке талдап кете білейікші. Мына жерде найза, барымта, кіпкіте деген сөздерге тоқталайықшы апайлар, әріптестер. Найза сөзі қандай сөз? Тарихи сөз ғой. Дұрыс, Тарихи тарихи сөз. Историзм дейді ғой, тарихи сөздер. Иә. Одан кейін Барымта. барымтамызда қайсысына кіреді? Архаизм ба, жоқ тарихи сөз ба? Барымта. Архаизм. Қалай Барымта, ойлайсыздар? архаизм, ол сөз қолданыс аясында Архаизм шықпады ғой. Жоқ, барымтамыз архаизмге кірмейді. Ол тарихи сөзге кіреді. Неге? Өйткені кезінде қазақ руластары бір-бірімен жауласқан кезде бірінің малын бірі айдап кетіп отырды. Сондықтан да бұл тарихта болған жағдайға байланысты туындаған сөз болғандықтан бұл тарихи сөз болып қала береді. Көрдіңіздер ме? Себебі архаизмнің айырмашылығы, архаизмнің сөз, ол кездегі сөздер, қолданыстағы болған сөздер, орны басқа сөзбен алмасты. Мәселен, лашық деген сөзді алатын болсақ, ол архаизм. Қазір біз оны үй дейміз, баспана дейміз, неке. Ол сөз басқа сөзбен алмасты. Ал барымта сөзі ешбір сөзбен алмасқан жоқ, сондықтан тарихи сөз болып қала береді. Енді кіп-кіте сөзімізге тоқтала кетейік. Артықтық етейік. Диалект Бұл ба? диалект сөз ғой енді. Туарлама, атыс, қарық, олны білесіздер. Бұлар кәсіби сөздер екені сіздерге белгілі. Кәсіби сөздер. Иә, кеден, қызанақ, аймақ. Кеден, қызанақ, аймақ. Кеден енді жаңа сөздер ғой бұл. Дұрыс, кеден жаңа сөз. Неологизмдер аха жаңа Иә, сөздер. неологизм. Аймақ ше? Аймақ. Ауыл Мектеп аймақ. бағдарламасында бар. Ол да жаңа сөз аймақ шығар? қайда жатады ал? Ау? Жаңа сөз шығар? Жоқ, Ауыл жаңа аймақ. сөз емес, бұл кірме сөз. Бұл кірме сөз. Біздің төл сөзіміз емес. Мынау түсінікті болды. Енді екінші сұрағымыз. Сөздің лексикалық мағынасына жатпайтын қатарды табыңыз. Фразеология. Дұрыс, Фразеология. фразеология. Дұрыс. Өте орынды. Үшінші сұрақ. Қолдану аясы шектеулі сөзі бар сөйлемді белгілеңіз. Лашықта өмір сүрген жандар ма? Дұрыс. Өйткені бұл бізде архаизм. Басқы жоқ. Дұрыс. Төртінші сұрағымыз. Лексика саласына жатпайтын қатарды Белгілеңіз дейді ма? Топонимик. саласына сөздің ауыспалы мағынасы жатпайды. Дұрыс айтасыз, өте орынды. Кірме сөзі бар сөйлемді табыңыз. Ал кірмені алайық. Так, сабақ оқыған жақсы. Аялдамаға жеттік. Атом Бомбасын ойлап бомбасын ойлап тапты. Қолынан Пиала шығар неде? Қайсы? Кірме сөз пиала шығар? Пиала. Ол диалекті ғой. Пиала диалекті. пиала диалекті болады, да? Аялдама Атом ше. бомбасы. Аялдама Атом жаңарған бомбасы. сөз, неологизм. Жаңа сөз. Атом бомбасы. Атом ол термин сөз. Бұл халықаралық термин ғой, атом сөзі. Сонда қайсы болды кірме сөзіміз? А. Не үшін? Сабақ оқыған жақсы ол жерде. Жоқ, бұл жерде жоқ. Ештеңе жоқ қой. Аялдамаға жеттік. Бұл сабақ сөзі біздің төл сөзіміз емес, әріптестер, кірме сөзге кіреді. Араб тіліне енген сөз, Иә, е? араб тіліне енген сөз. Все. Дұрыс. Мә, нетпей жатырмыз, иә, соны қабылдамай жатырмыз, иә. Иә, араб тіліне енген сөз. Алтыншысы, синтетикалық тәсіл арқылы жасалған сөздер қатарын табыңыз. Синтетикалық тәсіл не, е? Так, түбірі бір сөз табына болады да, жұрнақ жалғану арқылы басқа сөз табына ауыса ма? Жарма балаша. Жарма балаша. Жоқ. Бапкер. Бала балаша. Сушы бапкер. Қолғап, таспақа. Жоқ, сушы бапкер. Дұрыс айтасыз. Өйткені түбірі су, шы жұрнағын қабылдап, жаңадан сөз туындады. Иә? Сушы бапкер. Осыған тоқталайық, что-то мен басым соображать етпей жатыр. Яғни синтетикалық тәсіл арқылы жасалған кезде түбірге жұрнақ қосылу арқылы жаңадан сөз туындайды. Сөз жасам ғой, былай айтқанда, Иә, тек сөз түбірге жасам. жұрнақ жалғану сөз жасам болып тұр ғой. Иә, бұл синтетикалық тәсіл бізге лексикаға кіреді. Мына жерде түбірі бап қой. Не деген сұраққа жауап берді дағы? Кер жұрнақ арқылы кім деген сұраққа жауап беріп, зат есім пайда болды. Зат есім болғанда, мынау кәдімгі деректі зат есім пайда болды.
Дұрыс, иә, түсінікті ғой. Осыны қайталау керек Бүгінде екен. ше, Аха. 10-шы класстың жаратылыстану бағытындағы тақырып емес пе, иә? Бұл ма? Солай ғой бұл. Иә. 8-ші сынып. Мынау қолғап тасбақаға тоқталып кетейікші, әріптестер. Мгм. Бұл жерде қалай жасалып жатыр? Біріккен күрделі сөз тасбақа. Қолғап Мгм. кіріккен. Иә. Бұл жерде, мына жерде, яғни екі түбірдің бірігу арқылы жасалғандықтан, бұл қай тәсілге кіреді? Жаңағы мынауымыз синтетикалық тәсілге кірді, ал мынауымыз ше? Аналитикалық тәсіл. Аналитикалық па? Дұрыс айтасыз, Аналитикалық. аналитикалық тәсіл арқылы жасалып тұр. Жалпы аналитикалық тәсіліміз екі түбірдің бірігуі арқылы және қосарлану арқылы жасалады. Сосын Былай тіркесу айтқанда арқылы күрделі да сөздер ғой, иә? жасалады. Мхм. Күрделі Ал сөздер ғой, жармамыз ше, негізі. апай? Әріптестер, жарма және балашаны талдай кетейік. Балаша мен синтетикалық деймін. Балашаны ше, бала түбір зат есімді, балаша үстеуге айналды. Дұрыс айтасыз. Синтетикалық. Мына жерде жарма, бірінші мағынасы дәнді дақыл, Жар. екіншісі дәнді дақылымыз зат есім ғой. Енді екінші мағынасы бұл етістік, Етістік, отынды ол- жарма. Ендеше бұл лексика-семантикалық тәсіл. Қайталау керек, иә? Яғни бала зат есім болса, дұрыс айтты жаңа әріптесіміз, ша жұрнақ арқылы үстеу туындады. Мхм. Жетінші, аналитикалық тәсіл арқылы жасалған сөзі бар сөйлемді табыңыз. Адам ығы-жығы екен ба? Дұрыс айттыңыз, өйткені Күрделі сөз ғой. Иә. Ығы-жығы. мінекей, ығы сөзі менен жығы сөз екеуін бір-бірін толықтырып бар мағына беріп тұр ғой. Бұл бізде көп деген мағынаны беріп тұр. Адам көп екен деген мағынаны беріп тұр. Ендеше аналитикалық тәсіл арқылы жасалған осы дұрыс жауап. Ал мына шабандоз талдай кетейік. Шабандоз сөзі қалай жасалып тұр? Синтетикалық тәсіл ма? Шабан. Дұрыс. Өйткені шабан деген сөзіміз бұл бізде сын есім ғой. Мына жерде жұрнақ қосылу арқылы зат есім пайда болды. Ендеше синтетикалық тәсіл. Дұрыс. Әрмен қарай Әлке апай, Ау. Әлке апай, мынау қараңыз, түбірге жұрнақ жалғанған екен, ол өзгерген кейін синтетикалық тәсіл болып жатыр, иә? Иә, синтетикалық тәсіл. Ал енді мына жерде сіз жаңа балаша, жарма дегенде ол да Ол лексика семантика ғой. Бұл жерде. Лексика. Себебі қараңызшы, бала дегенде зат есім ғой. Иә? Енді үстеуге айналды. Өзі қосымша мән үстелді да бұл жерде. Бізде өзі грамматикаға екшеліп қойылған. Мысалға мынау жарма дегеніміз зат есім болды. Бірінші мағынасы, екіншісі ма жұрнағында тұрғандықтан отынды жарма Болымсыз ет. айналды. Бұл лексика семантикалық тәсіл. Өзі қалыптасып қойған заңдылық қой. Ол түсінікті болды ғой, иә? Өнеркәсіп деген өнеркәсіп сөзін алатын болсақ, лексика қой. Ол біріккен сөз арқылы жасалды, ол аналитикалық тәсілге кіреді. Аналитикаға кіреді. аналитикалық тәсілге күрделі сөздер жата ма көбінесе? Иә, екі түбірдің бірігуі арқылы жасалады, қосарлану арқылы жасалады және тіркесу арқылы жасалады. Енді Жақсы, аха. сегізінші сұрақ. Лексика семантикалық тәсілмен жасалған сөз бар қатарда. Мгм. Лексика семантика дегеніміз не еді бұл өзі? Бір сөздің екі түрлі сөз табында жүруі ғой. Оңай тілмен айтқан кезде. Бір сөздің екі түрлі сөз Марат табында. қойшыны жанына шақырды бола ма онда? Бұл жерде қойшы ғой деймін, қой. Жоқ, қойшы деген сөзіміз бар ғой, ол синтетикалық тәсіл ғой. Бар жоғы, синтетикалық тәсіл. Айтыс өнері, ұл өнер. Дұрыс айтасыз. Айтыс. Дұрыс. Айтыс. Жаңағы зат есімде де жүреді, етістікте жүреді, иә, мінекей. Дұрыс. Айтыс. Яғни бұл лексика семантикалық. Амонимге ұқсайды ғой, байқадыңыздар ма? Амониммен туысқан болып тұр. Лексика семантикамыз. Онда бір мысалмен дәлелдеп алатын болсақ, лексика семантика айтыс дегенмен мысалды алуға болады ғой. Сонымен талды. Етістік те болады, зат есім де болады. Иә. Екі сөз табынан болу керек қой, получается. Екі түрлі сөз табынан болып тұр. Екі түрлі сөз табы. Өйткені сұрақ екі түрлі ғой. 9-шы. Солай жаттап алайық, лексика семантикалық тәсіл екі сөз табынан болады. Сабақ біткеннен кейін мен тұстарына жазып қояйын да. Тәсіл. Ау.
сабақ біткен кезде ше мен сосын мына тұстарына жазып қоямын, қызылмен бар ғой, сөйтемін да мыналарды белгілеп қоямын. Аха, апай, келесі ертеңгі сабаққа, мысалға, осындай сабақта бір приблизительно қайталап алыңыз деп айту, үй тапсырмасын беру керек шығар сізге. Иә, соны мен де ойладым, үй Чтобы тапсырмасын кішкене негізі қайталап фонетикадан алатын. дайындап қойдым да, соны уақытым Иә. қалса мен тастаймын кешегі сабақ бойынша. Иә, өйткені біз колледжде болғаннан кейін көп, мен өзім кәсіби қазақ тілі мұғалімімін, иә, медициналық терминдермен жұмыс жасаймын да, мен мынаның барлығын уже ұмытып қалдым, 33 жыл стажым бар жаңағы медициналық терминмен. А мынау қалып қойды ғой, көрдіңіз ба? Былай универде оқыған дүние баста кішкене қалды да, пайдаланбағаннан кейін уже ұмытылып қалған. Сондықтан алдын ала үй тапсырмасын беріп отырғызсаңыз. Мен фонетикадан үй тапсырмасын дайындадым. Соны сіздерге осы сабақтан соң тастаймын да, кешегі сабақ бойынша. Сол пысықтау болады да. Жоқ, мысалға бүгін біз лексиканы қайталап жатырмық қой, міне алдын ала беру керек еді. Біз өзіміз әрі қарай алып кетуге. Осыдан кейін Иә, мынаны тастап қоямын ғой сіздерге, қызылмен белгілеп, бұл көмекші болады сіздерге. Иә, тастап қоя бересіз ғой. Кетті, 9-шы сұрақ қойында. 9-шы сұрақ. Синоним бола алатын сөзі бар қатар. Қара, қызыл, берік, сұлу, жоғары төмен ғой. Ой, жоқ, антоним ғой. Жоқ, ол антоним. Сұлу. Берік сұлу. Дұрыс. Берік сұлу ғой бұл жерде. Өйткені берік деген сөзді мықты, қуатты деген сөзді анықталамыз. Сұлуды әдемі сөздер. Сұлуға көрікті, ажарлы. Дұрыс бұл жерде сұрақ бола алатын деп тұр. Мен синоним іздеп кеттім. Ал бұл жер синоним бола алатын деп тұр. Иә, синоним бола алатын сөз бар. Мысалға, мына сөздерді алып қарасаңыздар, бұлардың синоним сөздер, мәндес сөздері жоқ қой, мына алманың, дөнен. Жоғары төмен, олардың синонимі жоқ, бола алмайды ешбір сөз. Қара, қызыл. Мына жерде біз тест келген кезде автоматически синонимді іздеп кетеміз ғой, иә, дополнительно оқымаймыз да, ана жерде. Сөздері бар деген сөз, ашықпай оқу керек, иә. Содан ғой құритынымыз біздің. Иә, сол сұрақпен жаңағы жаңылыстырма керек қой. Так, амоним бола алатын сөзі бар. Осы ма? Алма күзетте болады. Алма күзде болады. Дұрыс. Алма сөзі. Дұрыс. Б. 11-ші. Так, сөздік құрамының ең тұрақты бөлігі дейді, ал. Тұрақты тіркес. Сөздік құрамының ең тұрақты бөлігі сөздік құрам шығар? Тұрақты тіркес. Жоқ, тұрақты тіркес өзгермейді ғой. Жоқ, сөздік құрамның, бұл жерде сөздік құрамның ең тұрақты бөлігі. Сөздік құрам? Сөздік қор. Сөздік құрам болатын шығар, Альфия апай? Сөздік қор ғой бұл жерде. Сөздік қор, наверное, сөздік қор. Сөздік қор болады, апайлар. Сөздік қор болады. Одан кейін сөйлемде диалект сөзі бар, қатарды белгілеңіз. Жаңа сым кейіпкерлікті. Асы ғой. Иә, дұрыс. Оңтүстіктен қолданатын термин сөзі, иә. Оңтүстіктен Сарыағаш, Келес аудандар қолданады бұл сөз. Жетісай. Мына жерде қызанақ сөзі неологизм белгілі, иә. Әдебиет сөзі кірме сөз. Сабақ сөзі де кірме сөз. Диалект. Халықаралық термині бар сөйлем қатарын белгілеңіз. Фонетика тіл дыбыстарын зерттейді. Фонетика тіл дыбыстарын зерттейді. Дұрыс, фонетика халықаралық термин. Ал мына төмендегі ақпарат құралдары дегеніміз өзіміздің төл термин сөздер. Салдыр төл термин сөз. Мына тілші, бағдарлама біздің төл термин сөздеріміз. Одан кейін тілдегі барлық сөздің жиынтығы. Сөздік құрам. Дұрыс. Сөздік. 15-ші сұрақ. Моңғол тілі емес. Моңғол тіліне енген сөзі бар сөйлем. Алтай Тарбағатай. Жәрмеңке бар? Қатыстым деген шығар. Жәрмеңке орыс тіліне енген ғой, ярмаркадан шыққан ғой ол. Өңір ма? Қайсы? Алтай Тарбағатай өңіріне жақын орналасқан шығар. Иә, Алтай және Тарбағатай сөздері моңғол тіліне енген сөздер. Сосын мінекей тұсына қойып қойдым, көмек болсын деп. Бізде өз мектеп бағдарламасында моңғол тілінен енген сөздер осылар, барлығы, мінекей.
Басқа да сөздер бар, бірақ біздің мектеп бағдарламасына кіргізілгені осылар. Ал араб Так, парсы, орамал, таразы, базар. Подождите, қай жер? Бұл араб парсы болып тұр ғой. Жәшік болу. иә, орамал, таразы, базар, араб. Мына Араб жерде айна парсы. сөзі не бола Жаңағы қойып? моңғол тілінен енгендері қайсы дедіңіз? Сөздер? Ата, жиен, жол, жыл, жарлық, ұлыс, аймақ, баянауыл, зайсан, нөкер, алтай, тарбағатай. Да. Міне осылар. Мысалға жол, жыл дегендерді байқамай қалуларыңыз мүмкін. Біздің өзіміздің төл сөзіміз сияқты болып тұрады, бірақ мектеп бағдарламасына енгізілген. Мысалы, ата, жиен, жол, жыл. Бұл Біз 8-ші бұны сыныптың білмейміз, бағдарламасында да, тұр. Олар кітап бойынша құрастырады ғой сұрақтарды. Сол үшін барлығын қойып Альфия қойды. апай, мұғалім деген сөз ше, мұғалім деген сөз. Ол да кірме сөз. Кірме сөз ғой. Кірме сөз. Бұл араб тіліне енген сөз. Иә, араб тіліне енген сөз. Бірақ тек мектептің программасына қойғанын кіргіздім да мен бұл жерге. Түсіндіңіздер ма? Мектеп программасына қойғандарын. Мектеп программасы болған Альфия апай, бір сұрақ, сіз ана қандай баспа бұл? Атамұра ма, мектеп Арман па? ПВ. Арман ПВ. Арман ПВ ма? Бірақ мұғалімді білесіздер ғой, ол әдебиет деген сөздердің араб парсы тіліне енгенін сіздер білесіздер. Сол үшін жазған жоқпын оны. Тәржіма деген сөздің бәрі кірме сөздер ғой. Мына айна сөзі біздің өзіміздің төл сөзімізге ұқсайды. Бірақ мына орамалда, сол үшін мен мына жерге көрсетіп қойдым. Айна сөзі мына сөйлемде. Сосын орыс тілінікі енді өте оңай. Мына хамут дегенді қамыт деп қойған ғой. Хамут деп орысшасында жазып қойған себебім, ана қамыт кигізді дегенмен шатасып қалмасын деп қойып қойдым. Не жерде мен төменгі жағында да тұр, мінекей. Енді мыналар өте жеңіл, мереке. Мерекені кішкене байқамай қалуы мүмкін. Адам ол тестте отырған кезде өзіміздің төл сөзге ұқсап кетеді, бірақ араб парсы тілінен енген сөз. Қалғандары білініп тұр енді, көрініп тұр кәдімгідей. Көп сөздер өзіміздікіне ұқсайтын сияқты өзіміздікі деп шатастырып қалады. 16. Наны оқулықта жазылса, бұны ескеруіміз керек қой біз. Иә, оқулықта жазылған. Арман ПВ-да тұр ғой. Мынау жыл, Жоқ, біз ата ол дегендер оқулықпен бәрі тұр. оқымаймыз ғой. Жиен. Одан кейін 16-шы. Көсек, қозапая, қауашақ қой. Иә. Иә, дұрыс. Енді ана мақта өсірілгенді көрмеген адамдар болса, оны шатасып қалады. Енді біздер көргенбіз бала күнімізде, сосын шатаспаймыз. Біз білмейді екенбіз. Ал мына біріншісіне Осы жерде жылын сүзекі қаяз азына деген неге ма? Қауымға байланысты ма? Қай кәсіпке байланысты? Жылын сүзекі қаяз азына. Бұл жерде қауынға байланысты торлама пышқы шербек болып тұр ғой, қауынға байланысты. Иә, ол қауынға байланысты. Пышқы шербек қауын. Иә. Атыс, қарып, ыңғыру деген ол ауыл шаруашылығына байланысты. Мынау ыңғыру дегеніміз ағашты оятын құрал. Ал мына қарып дегеніміз егіншілікке байланысты берілген. Атыс дегеніміз де егіншілікке байланысты берілген. Ал пышқымызда біздің не ғой, жаңа құрал. Ағашқа байланысты. Ағаш кесетін ара бұл негізінен. Ағашты аралайтын құрал. Ал мынау бірінші тұрғанымыз ғой, А нұсқасы. Бұл балық шаруашылығына байланысты берілген, өзіміздің кітапта енгізілген Арман ПВ-да осы сөздер. Бұдан басқа балық шаруашылығына байланысты берілген сөздер жоқ. Мінекей. Ал енді. Сол үшін қойып қойдым, яғни балық шаруашылығына байланысты осы 4 сөзді жаттап алыңыздар. Жылым, сүзекі, қаяз, азына. Біз бұны білмейміз, өйткені біз ол балық шаруашылығына біздің қатысымыз жоқ қой. Сол үшін бізге емес, бұны жаттап алуымызға тура келеді. Ешқайсының мағынасы түсініксіз. Келесі, диалект сөз қатары. Айбат. Яғни бұл оңтүстік шығыс қолданады, Семей өңірі қолданады. Ал мыналар қайта кетейікші, мына сабақ, бұл қандай сөз болды? Кірме. Кірме сөз. Личкаға кіру. Жаргон. Неологизм ба? Жоқ, неологизм емес. Дұрыс айтып Жаргон сөздер ғой. Жаргон, яғни қазір бәрі қолданады, личкаға кірсейші деп. Бұл жаргон сөз мектеп бағдарламасына енгізілген. Универ. Универ. Ол да жаргон болмайды. Жаргон, иә. Ана общага дейтін едік қой, общак дейді ғой. Оның барлығы жаргон сөздер. Көнерген сөздері бар сөйлем. Барымташылар түнделетіп жолға шықты. Дұрыс. Сосын мына әлем деген сөз қандай сөз деп ойлайсыздар? Жаңа сөз ба? Жоқ. Кірме сөз. Кірме сөз. Кірме сөз. Өзіміздің сөзімізге ұқсайды, бірақ бұл кірме сөз.
Мына жерде ғарышкер деген сөзіміз қандай сөз? Әріптестер? Жаңа сөз. Иә, жаңа сөз. Ұшақ сөзімізде, әуежай сөзімізде, Неологизм. иә, бұлар Бәрі неологизм. неологизм. 19-шы. Архаизмға қатысқан сөз. Архаизм. Садақ асынған жауынгер. Жауынгер. Қайсысы? Архаизм кебеже, үлкен кебеже. Дұрыс айтасыз, үлкен кебеже. Өйткені қазір біз оны басқа сөзбен алмастырдық, сандық деп айтамыз, иә? Ал мына сөздерді біз басқа сөзбен алмастырған жоқпыз. Тарихи сөздер. Иә, олар тарихи сөздер. Құл жоқ қазір, ояз жоқ, садақ жоқ, сондықтан олар тарихи сөзге кіреді. 20-шы. Қорамсаққа қол салды шығар. Иә. Тұғыртас орнатылды ма? Отарба қозғалды. Отарба. Қайсына тоқтайсыздар? Отарба деген. Қорамсаққа қол салды. Қорамсақ. Өйткені бұл жаугершілік кезінде қолданған сөз ғой, жаңағы зат қой, атуға байланысты қорамсақ. Иә, садаққа қоспай ма бұл? Өзі қорамсаққа қол салды дейді ғой. Ал енді зейнетақы қандай сөз? Жаңа сөз. Жаңа сөз. Неологизм, тұғыртас. Бұл жаңа сөз. Неологизм болу керек. Неологизм, отарба ше. Тұғыртас деген не ол? Өнерге сөз ол бұл. Пойыздың қазақшасы емес пе? Мағынасы қандай тұғыртас дегеннің? Тұғыртас деген мынау ескерткіш сияқты дүние ғой, тастан Ескерткіш қашап қойылған. основасы дейді ғой. Иә, сол астындағы тұғыры ғой, соны тұғыртас деп айтады. Біріккен сөз ғой өзі. Отарба әдеби сөз емес па, отарба? Жоқ, Отарба әдеби деген емес. пойыздың қазақшасы ғой. Ендеше бұл қай сөзге Өнерген кіреді? Өнерген сөз екені рас. Қайсысына кіреді бірақ? Өнерген сөздің Архаизм. архаизм. Дұрыс, өйткені қазір пойызбен алмасты, иә? Иә. Бұл өзі біріккен сөз, былай қарасаңыздар. Неологизм қатысқан сөз тіркесі. Жасақ. Оралман емес па? Дұрыс, Неологизм, оралман. Дұрыс, оралман. Жасақ деген сөзіміз қандай сөз бұл? Армия. Тарихи сөзге жатпай ма ол? Тарихи сөзге. Жоқ, жасақ. Ол кездегі, былайша айтқан кезде әскер ғой. Мыңбасы, жүзбасы ғой қазір жасақ. Қазір бар ғой бізде гарнизон бар мәселен. Жасақ деп айта ма қазір? Сол жасақпен алмасты ғой қазір. Жасақ сөзбен алмасты. Бұл архаизмге кіреді. Тарихи сөзге кірмейді. Архаизм болады, иә. Архаизм болады. Архаизм. Бұл мектеп программасында бар. Ал математигіміз ол терминге кіреді, иә, білесіздер оны. Термин, иә. Құл деген сөзіміз ше? Историзм. Историзм. Өйткені қазір құл жоқ. Өнерген сөз. Орны алмасқан жоқ ешбір сөзбен. Алмасқан жоқ, иә. Антоним бола алатын қатарды белгілеңіз. Варианты. Алыстан арқалаған Алыс, жақын. Осылай жеңіл келді өткенді тестте ше, негізі антоним. Енді антоним жеңіл ғой. ажыратамыз ба? Иә. Көп мағыналы сөзге Көп мағыналы көрейік. Көп мағыналы бір әртүрлі сөз табынан болады, бір негізінен. Амонимдес болып келетін сөздер ғой. Бір негізден тарайды емес па? Тіркесінен болады, амонимдес болып келеді. Жоқ, амонимдес болмайды. Егер амонимдес болса, екі түрлі сөз табына кетіп қалады ғой. Бір негізден тарайды. Бір негізден болады. Өйткені бас деген сөзді алатын болсақ, зат, есім, басы. Иә, бір негізден дұрыс. Дұрыс. Осы сұрақтар негізі. Таудың басы, әңгіменің басы. Иә, әңгіменің басы, тойдың басы деген секілді кете береді. Көп мағыналы сөздер сөйлем. Күн көзіне жақындап отырды. Дұрыс. Көз, бірінші адамның дене мүшесі, одан кейін күннің көзі, бұлақтың көзі, иненің көзі. Иненің көзі, бәрі несі деген сұраққа жауап береді, бір негізден тарап тұр. Мына жерде сынып сөзі. Жанар сөзі қалай болады? Жанар. Сыныпта кірме сөз емес па негізі? Иә, кірме сөз. Мынау қалауын тапса қар жанар? Тіркес қой. Бұл мәтел ғой. Мәтел, иә. Мәтел. Одан кейін 25-те А. Адамның бастауыша тынығу керек. Дұрыс. Иә. Ал қалғандарының барлығы ауыспалы мағынада беріліп тұр. Ой, мынау өшіп қалайын деп жатыр ма? Өшіп қалса қайтадан қосамыз қазір. Ауыспалы мағына жұмсалған сөзі бар.
Сөйлемді табыңыз дейді. Құлақ көрсең көзін аш. Құлақ Құлақ көрсең көзін көрсең аш. көзін аш. Дұрыс. Қазір өшіп қалса уайымдамаңыздар, қайтадан қосамыз. Өзі 30 минут қой өшетіні. 30 минуттыққа қойдыңыз ба? Мен қоймадым, өзі сондай екен ғой. Канал өзі сондай екен. Бірақ 40 қайтадан қоса минуттық бар береміз. еді ғой. Аха, жақсы. Ауыспалы мағына жұмсауға Ауыспалмағына болады. жұмсауға болатын сөз қатары. Қара ақ жемісі. Қара ақ жеміс ба? Құнды Дұрыс. сұлу жануар. Өйткені Қара ақ жемісі. дұрыс қой, дұрыс, иә. Қара ниетті адам. Иә, қара ниетті Иә, адам, иә. ақ жүректі Иә, иә, адам иә. деп кете береді ғой. Жемісі, Иә, иә. өзіміздің жемісі, яғни ауыспалы мағына. Еңбегіміздің жемісі. Иә, дұрыс. Қара ақ жемісі. Ал кеттік, үстеуден болған антонимді табайық. Алыс жақын. Алыс жақын, өтірік. Жоқ, алыс жақынымыз Қалай, ол төмен. Төмен жоғары. Төмен жоғары. Емес па? Төмен жоғары. төмен жоғары. Неге? Төмен. Сосын байқаңыздар, мынау сулы сусыз деген мағынасы бір-біріне біреу сулы, біреу сусыз дегенмен бұлар антоним бола алмайды. Неге? Өйткені түбірі бірдей бұл сөздердің. Иә. Қандай деген сұраққа жауап берді? Иә, түбірі бірдей сөздер, олар ешқашан антоним бола алмайды. Сөздің қанша Екі мағынасы мағынасы бар? бар. Екі. Екі мағынасы тура және Тура және ауыспалы ауыспалы, мағына. дұрыс. Демек көп мағыналы бола алмайтын дейді. Аяқ бас Мектеп бола. табыс. Мектеп табыс. Мектеп Мектеп табыс. табыс бола алмайды. Дұрыс. Идиомалық тіркесі бар, сөйлемді табыңыз дейді. Ұзын құлақтан естіген екен. Ұзын құлақтан естіген екен. Дұрыс, өте дұрыс. Яғни көпшіліктен естіген деген мағынаны береді ғой бұл жерде сөздің мағынасы. Перифраз дегеніміз не еді? Перифраз. Қарағанды, қара алтын мекені. Дұрыс, қара алтын деп, яғни көмірді айтып отыр. Мәселен, ақ қалатты Перифраз дегеніміз Ау? Перифраз дегенімізде бір затты ауыстырып айту, иә? Иә, ауыстырып айту, яғни көркемдеп тұрады. Мәселен, ақ қалатты абзал жандар десе, біз дәрігер екенін бірден біле қоямыз. Иә, иә. Сол сияқты, осылай тауып Метафора аламыз. болып кетсе ма? Эпитетке ұқсай ма сонда? Метафора, метафора. Жоқ, эпитетке келе ма? Қандай алтын деп сұрақ қоя алмаймыз. Эпитетте қандай деген сұрақ беріледі ғой. Иә. Бұл жерде қара алтын деп, көркемдеп тұр ғой, бір десең көмір екенін бірден түсінеміз. Олай бөліп жара алмаймыз. Оның ерекшелігі. Одан кейін жалпылама лексикаға тән сөздер. Мен сен төмен озық. Қайсы? Асқабақ арыш бетқасап. Жоқ ол не Жоқ, оқыды ғой. асқабағымыз бұл Өнер. біздің не ғой? Егіншілік кәсібіне байланысты сөз ғой бұл. Торлама қауын деген секілді. От жебе туылы. Ал ғарышымыз жаңа сөз. Биқасап. Ғылым техника. Ауылнай ма? Ауылнай. Иә. Жоқ. Ауылнай. От жебе туылыға көнерген сөз болып тұр ғой? Демейді, иә? Жоқ, кірмейді. Мен сен төмен озық. Дұрыс, өйткені жалпылама лексика дегеніміз, яғни күнделікті өмірде барлық адамға бірдей түсінікті болатын сөздер. Яғни қарапайым қойшы болсын, мұғалім болсын, дәрігер болсын, барлығына бірдей түсінікті адам. Кәріге де, жасқа да, балаға да түсінікті сөздер. Ал мына жерде асқабағымыз ол біздің кәсіби сөз, ғарышымыз неологизм, мынауымыз біздің архаизм, биқасап деген матаның түрі ғой. Ал қазір оны басқа мата түрлерімен біз алмастырып жібердік. Мыналар бізде термин сөз, мінекей. Ал мынау біздің көнерген сөз. Мыналарымыз біздің көнерген сөздер, мінекей. Полисемия көп мағыналы. Көп мағыналы сөздер. Жалпыға түсінікті қолданыстағы сөз ғой сонда жалпылама. Иә, жалпылама деп өзі айтып тұр. Жалпылама лексиканы айтады. Хорошо. 33-те. Яғни бәріне бірдей ортақ түсінікті сөздер. 34 көп мағыналы сөздер болып. Дұрыс. 35-ші. Ауыспалы мағынада. Мағынасын көркем Сәрсенбайда әдебиет. азын-аулақ тұяқ бар еді. Иә, ұрпағы бар еді деген сөз, тұяқ. Тұяқ бар Ауыспалы еді. мағына. Дұрыс, ауыспалы мағынада беріп тұр. Бұл бізде көркем әдеби Ұрпағы. тіл бойынша бұл не деп айтамыз? Біз синекдыха деп айтамыз, иә? Әріптестер, иә? Өйткені синекдыха дегеніміз жалпыны жалқылай көрсету. Бүтіннің бөлшегі. Бүтінді бөлшектей Бүтіннің көрсету. бөлшегі. Бұл жерде бүтінді бөлшектеп тұяқ деген сөзбен Иә. беріп тұр бізде. Мал жан аман ба дегендей ғой. Одан кейін Құрамында бет сөзінің синонимді мақал мәтелдік табыңыз. Құрамында бес. Бет сөзінің синонимі бар. Так. Жүз ғой, жүз. Ажар ғой, ажары ма?
ажар, жүз, Мхм. әр. Еңбек өмір ажары да. Еңбек Дұрыс, өмір дұрыс. ажары. Иә, бет сөзінің, яғни бұл жерде синонимі бола алады, иә? Мінекей, бет сөзі, ажар сөзі. Биылғы сұрақтар осындай, иә, апай, астарлы. Осындай болып келіп жатыр ғой, иә, мен өзім кіріп шықтым ғой. Ана сөйлем Әр судан ұшып жатыр ғой. Сол мен өзім дайындалған сұрақтың ешқайсысы келген жоқ. Мәселен, өте бір лифттен де келген. шығатын шығармыз осымен. Негізі дұрыс талдай білсеңіздер болды. Мәселен, басқа сөзбен алмасып кетсе де сіздер шеше аласыздар. Ол слив жатқызуға сенімді жоқ қой. Мына жерде мен әдейі мынаны көрсетіп қойдым. Жаңа сіздерге еске түсіру мақсатында. Идиомалық тіркес, мінекей, мынау мағынасы көрсетіп қойдым. Мысалы, мақал мен мәтелді кейде адам асыққанда шатасатын жағдай болады. Адам жеңілді ғой. Мына сол үшін мынау мысалымен, сарымен белгілеп көрсетіп қойдым. Өзім мақал мен мәтел бір ғана жай сөйлемнен құралады. Иә. Солай емес пе? Сондай Иә, ережесі бар ғой. Біреуінде ой тиянақты, біреуінде ой тиянақсыз. Иә, ой тиянақсыз. Мәтел бәріне бірдей түсінікті болмайды. Ал мақал естіген кезде бірден түсінікті болады. Мәселен, құрбақ қасық тамақ жатады деген қалай түсінесіздер? Мәтел тезис сияқты болады ғой, мәтел тезис Иә. сияқты болады. Мәселен, құрғақ қасық тамақ жатады деген екінің бірі түсінбейді. Оны қалай түсінесіздер, мәселен? Мәтел ғой. Мәтел. Иә, мәтел. Құрғақ қасық тамақ жатады. Астарлап Құрғылға бата жүрмейді дегенге келіп тұр ғой. Иә, дұрыс айтасыз, мінекей. Яғни оны екінің бірі түсіне бермейді. Ал мақалда біз барлық адам тез түсінеді. Бүгінгі сабақта осы материалдарды жинақтадым, әріптестер. Егер де қалып кеткен нәрсе болса, айтыңыздар, мен бірақ бәрін жинақтадым негізінен. Мынаның бәрін жаздым. Жаңағыдай мектеп бағдарламасынан ауытқып кеткен жоқпын. Ал бірақ десек те, осының бәрін қазір нелерінің бәрін көрсетіп қойып қоям, қызылменен бояп дегендей. Енді мен қазір уақыт бар ғой, фонетикадан кешегі бойынша нені тастасам болады ма екен, жоқ әлде осы сөйлемді... Давайте, не тастайық. Тастасаңызшы, көрейік. Иә, уақыт болғанша көрейік. Немесе... Тест тастайсыз ба, сонда не тастайсыз, апай? Жоқ әлде бұны қосам дегенше. Осы сөйлемдерді немесе әріптестер құрамына қарай ажыратсақ қалай болады? Құрамдарына қарай. Осындағы тесттерді құрамына қарай ажыратсақ, морфологиялық талдау жасаса қалай болады? Мен оны WhatsApp-қа тастап түбір қосымша талдау дейсіз ба? Түбір қосымша талдау? Өйткені морфология содан басталады ғой өзі. Болады. Қазір бар ғой, морфологияны бастамай қой өтірек, потому что қазір уақыт көп қалады. Онда қазір мен... Апай, бірақ тестте морфология келмеді, иә? Бұлай талдау келмеді. Келеді, келмеу мүмкін емес қой. Келеді. Морфологияны ажыратамасақ, құрмалас ажыратамаймыз. Иә, морфология керек. Құрмалас ажыратылмайды морфологиясыз. Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені сөзді бөлшектеу арқылы шешеміз бір дұрыс жауаптың барлығын. Иә. Морфология дұрыс шешу үшін бізге морфология керек. Сосын анау сөздердің қандай тіркесте тұрған анықтау үшін тағы морфология керек. Иә. Қазір мен ол жалған шылаулар иә, морфологияның өзі... Төртінші сұрақта этимология деген нені білдіреді? Сөздің шығу төркіні ғой. Мына жерде мен қоймадым ба? Көріп алуыңызға болады шамада, мен қойған шығармыз. Шығу төркіні ғой. Міне этимология. Шығу тегін, міне көрсетіп тұр. Қарапайым тілмен шығу тегі ғой, этимологиясы. Осы жерде терминдік сөздер ғой бұлар, семасиология мысалы. Иә, бұның бәрі... Этимология сөздің шығуын зерттейді, фразеология сөз тұрақты сөз тіркестерін зерттейді деген сияқты. Топонимика, жер атаулары деп термин сөздер ғой қазақ. Диалект сөздер бар, диалектология бар. Диалектология тіліміздегі диалектіні зерттейді, иә. Адамның шығуы, ат жөнінің шығуы, кісінің фамилиясы, антропонимика. Иә, антропонимика. Топонимика өзі белгілі жер суаттары. Жер суаттары, иә. Иә. Одан шатаса өтеміз. Лексика негізі ең жеңілі ғой, байқайсыздар ма? Лексика, фонетика да жақсы. Жеңіл. Фонетикада тек қана анау әріптердің қатаң, үнді, ұяң екен ажыратып алу керек та, сол оңай болады. Ол оңай ғой, салдырдан үні басын, үніне салдыр басын деген